пайғамбар айтқан оны. Жолаушы адамның дұғасы қабыл деген. Сол бір амалың кішкентай шығар, Алланың алдында үлкен амал істедің сен, бірақ жомарттық көрсеттің. Біздің бабаларымыз білесіз ме қандай адамдар болған? Сырттан жолаушылар келген кезде мініп келген атынан қарап тұрады екен. Қараса енді неше суткамен жүріп келген аты енді былай кісінеп тұрмайды ғой енді. Сол кездегі ана қорадағы ең мықты кісінеп тұрған айғырды мінгізіп жібереді екен. Мынаңыз бізге қалдырып кете салыңыз. Жолаушы екенсіз ғой. Осымен аман-есен жетіп алыңыз деп, камрид алып қалады да 570 мінгізіп жібереді. Ал жомартсыз ба істейін соны. Біздің бабаларымыз сондай болған. Ал сол жомарттығымен ешкімнен кем болған жоқпыз, субханалла. Сол үшін бауырлар, айтарымыз ана ондай екен, мынандай бәрін тастау керек. Шынымен бір елдің бабаларымыз ол бәріміз. Бөлінбейік бауырлар. Атырау, Ақтөбе, Шымкент, Алматы біздің жеріміз ол. Менен сұрайды кейде кісілер, қай жерден боласыз дейді. Мен айтамын, Қазақстаннан боламын дейді.